Құтты күн. Мен Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалы колледжінің оқытушысы Жантурина Айгерім Қайроллақызы. Мен сіздермен бүгін мәдени бос уақыт ұйымдастыру пәні бойынша сабақ өткіземін. Тақырыбы: көркем өнерпаздар шығармашылығын ұйымдастыру формалары. Көркем өнерпаздар шығармашылығының формаларына үйірме, студия, ұжым жатады. Әрқайсысын қарастырып, талқылап көрейік. Үйірме – адамдардың белгілі бір шығармашылық қызметін үйрену мақсатында бірлесуі, көркем өнерпаздар ұжымының бірінші формасы. Үйірмені ұйымдастыру ерекшеліктері: қатысушылар саны аз, топтық қызмет жасау, мақсаттары мен қызығушылықтары бір, негізгі құрамының тұрақтылығы, оқу бағдарламасының болуы және оқу қызметімен айналысу. Үйірменің түрлері: қоғами саяси үйірме, көркем үйірме, модельдеу жинақтау үйірмесі, ғылыми үйірме, қолөнер үйірмесі және әскери спорттық үйірме болып бөлінеді. Студия дегеніміз: студия қызметінде оқу шығармашылық сабақтары басым, үйірмелік типтес көркем өнерпаздар ұжымы. Студияның негізгі мақсаты: адамды өнерге жақындату, көркем өнерпаздық орындаушылық дағдыларын дамыту. Қызметтің ерекшеліктері: қоғамға қолжетімді, көркем өнерпаздық дағдыларын дамыту, шығармашылық процесте қатысу, студия шығармашылық ұжымның бірінші баспалдағы ретінде есептеледі. Студия келесі түрлерге бөлінеді: музыкалық, хореографиялық, орындаушылық өнері, көркем сөз студиясы, цирктік студия, пантомима, мимика және қимыл студиясы, сатира мен әзіл студиясы, телестудия. Көркем өнерпаздар ұжымы ортақ шығармашылық қызметпен, әлеуметтік маңызы бар мақсатпен біріккен адамдар тобы. Ұжымның қасиеттері: негізгі құрамның тұрақтылығы, қызметтің ұзақ қызмет атқаруы, өз-өзін басқару, ұжымның қатысушыларының моральды шығармашылық міндеті, басқа да ұжымдармен байланыста болу. Ұжымдағы негізгі қызмет түрлері: өнерді насихаттау, орындаушылық, іздеу, зерттеу қызметі, оқу шығармашылық және оқу тәрбиелік қызметі. Көркем өнерпаздар ұжымдарының түрлері жанр бойынша қалай бөлінеді? Хордық ұжым, вокалдық ұжым, аспаптық ұжым, хореографиялық ұжым, цирктік ұжым және театралдық ұжым. Суретте мысал ретінде келтірілген. Қазіргі таңда осы жанрлар мен түрлеріне байланысты ұжымдардың жаңа да түрлері болуы мүмкін. Сіздердің назарларыңызға Ақсу қаласының Сәбит Дөнентаев атындағы Мәдениет сарайының көркем өнерпаздар ұжымдарына шолу. Сарыарқа қазақ халық аспаптар оркестрі, Айгөлек үлгілі би ансамблі, жетекшісі Зембаева Динара Нигматулловна, халықаралық республикалық байқаулардың жеңімпаздары. Зет вокалдық ерлер ансамблі, құрамында қаламыз бен ауыл аймағымыздың үздік әнші жігіттері қатысады. Сырлы саз аспаптық ансамблі, қобыз, домбыра, баян аспаптары мен халық әуендерімен өңделген күйлерді орындайды. Очаровашки үлгілі эстрадалық би ансамблі, жетекшісі Пахомова Марина Валерьевна, 2 жыл бойы үлгілі атағын қорғап, республикалық және халықаралық байқаулардан көптеген марапаттарға ие болып жүр. Сондай-ақ, Халық мәдениет сарайында халықтық атағы бар бірнеше ұжым бар. Бұлар Ақниет, Крыницы вокалдық ансамбльдері, орыс әндерінің халық хоры. Үй тапсырмасы: өздеріңіздің мекен жайы бойынша мәдени мекеменің шығармашылық көркем өнерпаздар ұжымымен танысып, шолу жасап, презентация түрінде тапсыру.